Сәлем оқушылар, иррационал өрнектерді түрлендіру. Бүгін осы тақырыпты қарастыратын боламыз. Бірнеше есептерді қарастырайық. Алғашқы тапсырмамыз түбір астында 8 плюс 28. Бұл жерде түбірден құтылуымыз керек. Түбірден қалай шығарсақ болады бұл өрнектерді? Тең түбір астында 8 плюс 28 деген бұл 4 пен 7-ні көбейтіндісі. 4-тен 2-ні шығарып жібереміз. Түбірдің сыртына алып түбір астында 7-нің өзі қалады. Солай. Ары қарай мына өрнекті, түбірдің астында тұрған өрнекті біз а плюс б-ның квадратына келтіруіміз керек. А плюс б-ның квадратына келтіреміз. Неге? Өйткені түбірден шығаруымыз үшін біз мына толық квадратқа келтіріп, сосын квадратпен мына түбірді қысқартып жіберуге болады. Формула қалай еді? А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Мына ортада тұрған 2 түбір астында 7 деген, бұл мына 2 көбейту түбір астында 7 көбейту 1 деп жазуға болады. 1-ді кез келген санға өрнекке көбейтсек болады. Ал мәселе мына 8 деп болып тұр. 8-ді 2 санның қосындысы түрінде жазуымыз керек. Бұл бізде 7 плюс 1 болады. 7-ге 1-ді қоссақ 8, 2 түбір астында 7 көбейту 1, бұл мына өрнекті береді. Біз бұл жерде тек қана 8-ді ажыратып жазып алдық. Не үшін олай жасадық? Неге деген сұрақ. Енді 7 деген бұл түбір астында 7-нің квадраты плюс 2 түбір астында 7 көбейту 1 қосамыз 1-дің квадратына. Тең. Түбір астында мына үшеуі бізде мына а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Яғни түбір астында 7 плюс 1-дің квадратына тең болады. Бұл түбір астынан шығаратын болсақ, түбір астында 7 плюс 1-ге тең. Мына жауабы. Оқушылар, дәл осындай есептерді екінші әдіс бар, формула арқылы шығару. Ол мына формуланы қолданамыз. Бұны қалай шығарамыз, қалай қолданамыз бұл формуланы? Бұл жерде түбір астында 8 плюс түбір астында 28. А деген бұл 8-ге тең. Ал б дегеніміз 28-ге тең болып тұр. Б деген 28-ге тең. Мына жердегі а мен б-ның орнына қойып шығамыз барлығын. 8 плюс түбір астында а квадрат минус б дейді. Яғни 8-дің квадраты минус 28. Бөлімінде 2, и осының барлығы түбірдің астында. Плюс түбір асты бөлшек бөлімінде 2, а 8-ге тең, минус түбір астында 8-дің квадраты минус 28. 28. Түбірлерді жабайық и есептейміз. 8-дің квадраты 64. 64-тен 28-ді азайтамыз. 6, 4, 3, 36. Мына түбір астында 36-ға тең. Түбір астында 8 плюс түбір астында 36. Түбір астында 36-дан 6 шығады. 1-ден 6 деп жазып кетейік. Бөлімінде 2. Плюс түбір. Дәл осындай өрнек болады. 8, тек қана ортасында минус болады. Минус 6 бөлімінде 2. Тең. 8-ге 6-ны қосамыз 14. 14-ті 2-ге бөлсек 7. Түбір астында 7. Плюс 8-ден 6-ны азайтсақ 2. 2-ні 2-ге бөлеміз 1. Түбір астында 1-ден 1 шығады. Әне жауаптары 1-дей шығып тұр. Бұл формула арқылы шығаратын әдіс. Келесі тапсырма. 5-ші дәрежелі түбір астында 7 плюс түбір астында 17 көбейту. 5-ші дәрежелі түбір астында 7 минус түбір астында 17. Бірдей
мына түбірдің дәрежесі бірдей сан болып тұр. Сондықтан біз екеуін бір түбірдің астына алып жазуымызға болады. 7 плюс түбір астында 17 көбейту 7 минус түбір астында 17 тең 5-ші дәрежелі түбір астында бұл а плюс б көбейту а минус б. Қысқаша көбейту формасына келеді. А квадрат, яғни 7-нің квадраты минус түбір астында 17-нің квадраты тең 5-ші дәрежелі түбір астында 49 азайту 17. 5-ші дәрежелі түбір асты 49-дан 17-ні азайтсақ, так, 32. 32 деген бұл 2-нің 5 дәрежесі. 5 пен 5 қысқарады, сонда жауабы 2. Келесі есеп. Келесі есебіміз әріппен болсын. Түбір астында, то есть 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің дәрежені дәрежеге көбейтіп жіберуге болады. Яғни минус 2-ден 1-ді көбейтеміз 5-тен 6-ға. Азайту 1 бөлу 4-ші дәрежелі түбір астында x-тің минус 4 бөлу 3 дәрежесін көбейтеміз минус 3 бөлу 5-ші дәрежесіне. Тең. 6 мен 2-ні қысқартамыз 3. X 3-ші дәрежелі болып тұр ғой, оны 1 бөлу 3-ші дәрежесі деп түбірді дәреже түрінде жазайық. Соның минус 3 бөлу 5 дәрежесі деп жаза аламыз. Ары қарай азайтамыз. Мына дәрежені көбейткен кезде минусты минусқа көбейтсек плюс болады. Мына 3 пен 3-ті қысқартырып жіберейік. Сонда 1 бөлу x-тің 4-тен 1 дәрежесі, соның 4 бөлу 5 дәрежесі. Дәреженің дәрежесі, яғни 3-тен 1-ді көбейтеміз 5-тен 3-ке. 3 пен 3-ті қысқартып жіберуге болады. X-тің минус 1 бөлу 5 дәрежесі. Минус x-тің 4-тен 1 үстіне шықса минус 4-тен 1. Яғни мына бөлшектен құтылу үшін дәрежеге минусты жазамыз. Дәреженің таңбасы минус 4-тен 1 болады. Сол минус 4-тен 1-ді көбейтеміз 4 бөлу 5-ке. X-тің минус 1 бөлу 5 азайту 4 пен 4-ті қысқартырамыз. Минус 1 бөлу 5 болады. Бұл жерде оқушылар бірдей өрнек көріп тұрмын. X-тің минус 1 бөлу 5 дәрежесі, азайту x-тің минус 1 бөлу 5 дәрежесі. Бірдей өрнектер болғандықтан оларды азайтып 0 деп жазсақ болады. Так, мына тапсырмалар өздеріңіз орындап көріңіздер, оқушылар. 2 тапсырма, біріншісі, мынау екінші тапсырма.